Баршаңызға қайырлы күн достар. Қасиетті Рамазан айының ауызашарға арналған өте дәмді әрі тез дайындалатын чебуреки мен творожный рогаликтің рецептісін ұсынамын. Алдымен творожный рогальді дайындап алайық. Ол үшін творогтың үстіне бөлме температурасында тұрған еріп тұрған маргаринімізді салып, екеуін жақсылап тұрғысында араластырамыз. Екі массамызды біріктіруіміз керек. Осының үстіне 1 шай қасық разрыхлительді салып, және ұнымызды салып, жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Барлық құрамдарын барын описание бөліміне қалдырып кетемін. Егер сізде қамыр илеп болғаннан кейін қамырларыңыз тым жұмсақ, қолыңызға жабысқақ болатын болса, азғантай етіп ұн салып жіберсеңіздер болады. Бұл жерде әркімнің ұны әртүрлі, құрамдар әртүрлі болғандықтан сіңуі де әртүрлі болады. Енді осы қамырымызды бетін жауып, біраз 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Дөңгелек етіп біріктіріп аламыз қамырымызды. Қалған бөлігін қоя тұрамыз бетін жауып. Азғантай ғана ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Тым көп ұн сеппеңіздер, керегінше азғантай ғана салып тұруға болады. Дәл осылай азғантай тым қатты жабысып бара жатса, осылай азғантай ғана ұн сеуіп жайып жүрсеңіздер болады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін жұқалап жайсаңыздар болады. Бетіне осылай қант сеуіп шығамыз, жан-жағын бәрін жайып. Бұл жерде қамырдың құрамында қант болмағандықтан осылай қантты бетіне себеміз. Жан-жағын барын жайып болғаннан кейін үстін жақсылап қамырға сіңу үшін осылай оқтамен бір жайып жүреміз. Енді қамырымызды кесеміз, бөліктерге бөліп аламыз. Сіздер қалауынша қалың қылып алсаңыздар болады. Мен бұл жерде жіңішке қылып алдым. Және де салмасына кез келген бір салма салсаңыздар болады. Вареный сгущенка немесе жаңғақ салсаңыздар болады. Ол өз еріктеріңіздерде. Бірақ мен ешнәрсе салмадым. Ешнәрсе салмасаңыздар да рогаликтің дәмі өте керемет болып шығады. Міне дәл видеодағыдай алдымен екі шетін осылай ортасына қарай жиып аламыз. Және де орап шығамыз. Қамыр қолға жабыспайды, өте нәзік қамыр. Міне осылай барлығын түйіп шығамыз, орап шығамыз. Екі шетін қайырды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған рогаликтерімізді қантқа тағы да анотып аламыз. Бұл жерде рогаликтің бетіне ешқандай да ақуыз ештеңе жау, яғни жұмыртқаның сарысын ештеңе жаудың қажет жоқ. Бірден осылай қантқа аунатып аламыз. Және противнизге сала береміз. Тек қана бетін ғана осылай аунатамыз. Қамырдың өзі нәзік жұмсақ болғандықтан бірден қантты өзіне жабыстырып алады. Міне осымен дайын рогаликтеріміз қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аласыздар. Ал енді чебурекімізді дайындайық. Оның үстіне тұзды дәміне қарай сұйық майымызды құйып, және де қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міндетті түрде суымыз ыстық болу керек. Енді алдымен суымыз ыстық болғандықтан алдымен лопатканың көмегімен осылай қамырымызды біріктіріп аламыз. Лопатканың көмегімен. Кейін әрі қамырымызды қолмен илейміз. Міне қамырымызды қолмен әрі иледік. Енді осыны илеп болғаннан кейін бетін жауып, біраз 20 минутқа тұндырып қоямыз. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, өз қалауынша осылай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады.
Мен қамырымды 2 бөлікке бөлдім және осылай кішірейтіп әрқайсысын тағы да бөліп шықтым. Енді ол әрқайсы бөлінген қамырымызды осылай дөңгелетіп шығамыз. Ыдысымызға осылай саламыз барлығын. Барлығын істеп болғаннан кейін бетін пленкамен жауып қойып қоямыз. Қамырларымыз біраз тындырылып болғаннан кейін азғантай ұн сеуіп қамырымызды жаямыз. Бұл жерде қамырды чөп-чұқа қылып жайған жөн. Өйткені тестамыздың өзі жұмсақ, нәзік әрі қолға илегіш, ешқандай жабыспайды. Міне осылай шөп-шұқа етіп қамырды жайып шығамыз. Барынша шұқалап береді, еш жыртылмайтын қамыр. Енді фаршымызды саламыз. Бұл жерде менде жылқының еті, пияз, қара бұрыш дәміне, тұз салынған. Осылай мінекей 2 бүктеп қамырымызды шеттерін қолмен түйіп шығамыз, осылай бастырып. Және шанышқын көмегімен осылай формасын береміз. Дайын болған чебуректерімізді қызып тұрған майда екі жағын барлығын қуырып аламыз. Осы қамырмен міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте керемет, қамыры жұмсақ, нәзік болып шығатын қамыр. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ал енді салат дайындаймыз. Бұл ерекше салаттардың бірі, мен оның сүйікті салаттардың бірі десем болады. Бізге ол үшін сүрленген тауық етін аламыз. Осылай ұсақтап етіп турап шығамыз. Үстіне қайнатылған жұмыртқаны тағы саламыз. Дәл осылай жұмыртқа тауық еті сияқты турап шығамыз. Кейін үстіне консервіленген ананасты салып, дәміне қарай тұз салсаңыздар болады. Және майонез салып барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Сіздерге видео ұнады деп ойдамын.